Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Кәмшат арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен 12 қасық пирогының рецептімен бөлісетін боламын. Ешқандай да таразыны қажет етпейді, оңай жасалынады, тез желінетін пирог. Міндетті түрде жасап көріңіздер, арнамнан алыстамай видеоны соңына дейін қараңыздар. Арнамда күн сайын жаңа рецепт шығып тұрады, сондықтан бірден арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Ең алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқамызды жарып, шымшым тұзымызды саламыз. Барлық ингредиенттерді дәл осындай шұңғылдау келген ас қасықтың көмегімен өлшейтін боламыз. Қантымызды 12 қасық етіп санап салатын боламыз. Барлығын жақсылап, жұмыртқамыз 2 еселенгенше аппақ масса болғанша араластырамыз. Міне бізде осындай консистенция шықты. Енді осының үстіне бөлме температурасындағы немесе сәл жылы сүтімізді осы ас қасығымызбен 12 ас қасық етіп санап құяп қосамыз. Одан кейін сұйық майымызды да осылай қосатын боламыз. Яғни санап 12 ас қасық етіп қосамыз. Әркімде қасықтың шұңғылдығы, кішкентайлығы, ас қасықтың көлемі әртүрлі болуы мүмкін. Ол ештеңе де етпейді. Өте дәмді пирог болып шығады. Және де осылай ванильді қантымызды қосамыз және жарты лимонның сыртқы қабығын осылай мен өткізіп алдым. Бұл жерде ескеретін нәрсе, тек қана сары бөлігін өткіземіз. Егер ақ бөлігін өткізетін болсаңыз, ол қышқыл дәм береді. Жарты лимонның шырынын осылай сығып, өткізіп қосатын боламыз. Осындай сүзгіден өткізіп алғаныңыз жөн. Лимонның дәні, дәнегі және де жаңағыдай ішкі жұмсақ бөліктері қосылып кетпес үшін, тек қана таза шырыны қосылу үшін осылай өткізгеніңіз жөн. Және үстіне 12 ас қасық ұн қосатын боламыз. Және үстіне 1 шай қасық толтырып, қопсытқыш қосып, ұнның үстіне жақсылап араластырып жібереміз. Барлығын жақсылап миксермен араластыратын боламыз. Ұн жан-жаққа осылай шашырамас үшін алғашында миксерді қоспай бір араластырып алып, кейін миксерлеуге кеңес беремін. Мен әдетте солай жасайтынмын, бірақ осы жолы бірден миксерлеп кеткендіктен ұн жан-жаққа шашырады. Біркелкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Формамызды дайындаймыз. Мен осы жолы 4 бұрышты форманы пайдаландым. Бұл менде асты ашық, яғни түбі жоқ. Осылай фольгамен орап, жан-жағын фольгамен орап тастап, ортасын майлап алған болатын. Яғни фольганы майлап, осылай қамырымызды құямыз. Ең ескеретін нәрсе, алдын ала 5-10 минут бұрын пешіңізді 180 градуста қыздырып қойыңыз. Осылай толықтай құйып шығып, формамызға жайғастырамыз. Егер сізде бұндай форма болмаса, дөңгелек формасында 24 диаметрде пісірсеңіз болады. 180 градуста 30 минут пісіреміз. Міне біздің пирогымыз пісті. Толықтай суығаннан кейін формадан босатамыз және де осылай қант ұнтағын сеуіп ұсынсаңыз болады. Міне біздің пирогымыз дайын болды, дастарханға ұсынуға әзір. Кескен кезде пирогымыз осындай болып шығады. Өте дәмді пирог, міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасалуы өте оңай және де ешқандай да таразыны қажет етпейді. Өте нәзік, барлық отбасыңызға ұнары анық. Міндетті түрде жасап көріңіз, жақындарыңызды қуантыңыз. Сіздермен болған Кәмшат. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, арнама тіркелуді ұмытпаңыз. Келесі тәтті, дәмді рецептерде кездескенше қош сау болыңыз.